Қазір жасанды интеллекттер өте үлкен мүмкіндік беріп жатыр, иә. Мен мына бір орамалды 3 қызға кигізіп қойдым. Яғни сіздер егер товар сататын болсаңыз, осы методты қолдансаңыз болады, немесе товар сатпасаңыз да услуга ретінде біреуге, магазиндерге жасап берсеңіз болады, солай ақша тапса болады. Бұл еще сіз толығымен тегін жасай аласыз. Біз қазір тегін Gemini мен модельдің киімін ауыстырамыз. Қараңыз, мен қазір мына киімді өзіме кигіземін. Сақтап алдым осы суретті. Сөйтем да Gemini'ге барып кәдімгідей сөйлесем: привет, как дела, помоги мне деп. Сөйтіп біз бірінші өзіміздің суретімізді таңдаймыз. Яғни мен өзімді ауыстырғым келіп тұр ғой, өзімнің суретімді таңдаймын бірінші, чтобы менің киімімді ауыстырды. Содан кейін барып мына модельді таңдаймын. Осы киімге ауысамыз қазір. Сөйтіп астына жазамыз: the person must be look like the same real person. Please change only clothes which is in the next picture деп жазамыз. Өте қысқа сөз, бұны не істеп алыңыздар, сақтап алыңыздар, көшіріп алыңыздар, иә. Орысшасында жазсаңыздар болады негізінде. Мен ағылшыншасын жаздым, из-за того, что мен ағылшынша более түсінігірек болғаннан кейін. И вот жібердім. Маған идеально сурет істеп берді, көрдіңіздер ма? Прям тек қана киімімді ғана салып берді. Бірақ енді байқаңыздар, мен екінші суретті салдым тура, бірақ ол жерде менің түрімді өзгертіп жіберді, яғни модель мен түрді ауыстырып жіберді. Осындай жағдайларда болуы мүмкін. Сіздер бірақ Gemini'ге қайтадан сделай еще раз дейсіз, немесе тағы да андай не, сол суреттерді таңдайсыз да, тағы да генерировать ет деп жібересіз. Бұны қайта мен, например, үшінші рет істеген кезде ол менде уже получилось. Үшінші ретте уже сол сурет, мен қалаған суретті шығарып берді. Бұл услуганы сіздер киім сататын магазиндерге жазсаңыздар болады, өте керемет. И бәрі үйреніп аласыздар, еще тегін, көрдіңіздер ма? Так что қолданыңыздар.